Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі кезекті дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау. Құқықтық мемлекет құрудың басты шарттарының бірі Конституцияның жоғары заңдық күшімен тікелей қолданылуын қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасында конституциялық бақылау мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының заңдар мен нормативтік актілерінің Конституцияға сәйкестігін қадағалауға бағытталған. Бұл институт қоғамда заңдылықты сақтап, адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына кепілдік береді. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау құқықтық мемлекеттің негізін құрайтын аса маңызды институттардың бірі. Оның басты мақсаты Конституцияның жоғарылығын қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау және билік тармақтарының тепе-теңдігін сақтап, олардың заң шеңберінде әрекет етуін қадағалау. Дәрістің мақсаты Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылаудың мәнін, мақсатын және жүзеге асырылу тетіктерін түсіндіру. Дәрістің міндеттері конституциялық бақылау ұғымын ашу, конституциялық соттың құзыреті мен қызметін түсіндіру, конституциялық бақылаудың мемлекеттегі құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудегі рөлін талдау. Дәрістің өзектілігі Қазақстанда 2023 жылдан бастап Конституциялық кеңестің орнына конституциялық сот құрылып, конституциялық бақылау жүйесі жаңа деңгейге көтерілді. Бұл өзгеріс азаматтарға өз құқықтары бұзылған жағдайда тікелей конституциялық сотқа жүгіну мүмкіндігін берді. Сондықтан, конституциялық бақылаудың тетіктерін меңгеру, қазіргі құқықтық жүйенің өзегін түсінуге, демократиялық қоғамның дамуына ықпал етуге мүмкіндік береді. Дәріс жоспары. Бірінші сұрағы. Конституциялық бақылау ұғымы және мәні. Екінші сұрағы. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау органы Конституциялық сот. Үшінші сұрағы. Конституциялық бақылаудың қағидалары мен рәсімдері. Шетелдердегі конституциялық қадағалау тарихы. Конституциялық бақылау идеясы алғаш рет 18 ғасырдың соңында ақш-та қалыптасты. 1803 жылы ақш жоғары соты Джон Маршалдың қадағалау доктринасы ақш конституциясына қайшы келеді деп тыйым салуы. Жоғарғы соттың Марбори Мэдисон ісі бойынша қабылдаған шешімі конституциялық бақылаудың бастауын салды. Осы істе сот конституцияны жоғарғы құқықтық акт ретінде танып, оған қайшы келетін кез келген заңның күшін жоя алатынын көрсетті. Бұл ақш-тағы соттық конституциялық бақылау жүйесінің негізін қалады. Еуропада конституциялық қадағалау институты 20 ғасырдың басында дамыды. 1920 жылы Австрияда Ганс Кельзеннің бастамасымен арнайы конституциялық сот құрылды. Бұл модельде конституциялық бақылау тек арнайы органның құзыретіне берілді. Кейіннен бұл тәжірибе көптеген мемлекеттерге таралды. Германияда Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі 1949 жылғы негізгі заңға сәйкес федералдық конституциялық сот құрылып, ол бүкіл мемлекеттік билік жүйесінде ерекше мәртебеге ие болды. Германияның бұл тәжірибесі конституциялық әділеттіліктің үлгісіне айналды. Францияда 1958 жылғы конституция бойынша конституциялық кеңес құрылды. Оның міндеті заңдардың конституцияға сәйкестігін тексеру, президенттік және парламенттік сайлаулардың заңдылығын бақылау. Бүгінгі таңда көптеген елдерде конституциялық бақылау әртүрлі модельдерде жүзеге асады. Соттық модель ақш, Үндістан, Канада жоғарғы сот немесе жалпы соттар орындайды. Арнайы органдық модель Австрия, Германия, Қазақстан дербес конституциялық сот немесе кеңес арқылы жүзеге асады. Аралас модель кейбір Латын Америкасы елдері әрі соттар, әрі арнайы органдар қатысады. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау құқықтық мемлекеттің негізін құрайтын аса маңызды институттардың бірі. Оның басты мақсаты Конституцияның жоғарылығын қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау және билік тармақтарының тепе-теңдігін сақтап, олардың заң шеңберінде әрекет етуін қадағалау. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау жүйесі демократиялық құқықтық мемлекеттің іргетасы. Ол Конституцияның жоғарылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, азаматтардың негізгі құқықтары мен бостандықтарының сақталуына кепілдік береді. Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау биліктің заңдылығын қамтамасыз ететін аса маңызды тетік болып табылады. Конституцияның үстемдігін сақтап,
Мемлекеттегі құқықтық тәртіпті нығайту үшін бұл функцияны 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап құрылған Конституциялық сот жүзеге асырады. Конституциялық сот Конституцияның ең жоғары заңды күшімен тікелей қолданылуын қамтамасыз ететін, мемлекеттік биліктің барлық тармақтары үшін міндетті шешімдер қабылдайтын орган. Ол өзінің құзыреті арқылы Қазақстанды демократиялық, құқықтық мемлекет ретінде дамытуға ықпал етеді. Қазақстанда конституциялық бақылау институтының қалыптасуы мен дамуының кезеңдері. Бір кезең. 1989 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының Конституциясына сәйкес Конституциялық қадағалау комитетінің құрылуы. Екінші кезең. 30 тамыз 1995 жылы. Қазақстан Республикасының ата заңына сәйкес 29 желтоқсан 95 жылы құрылған Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі. Үшінші кезең. 1 қаңтар 2023 жыл. Қазақстан Республикасының заңына сай Қазақстан Республикасының Конституциялық соты. Қазақстан Республикасының Конституциялық соты туралы Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 5 қарашадағы номері 153/7 Конституциялық заңының 1 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Конституциялық соты Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында Қазақстан Республикасы Конституциясының үстемдігін қамтамасыз етеді. Конституциялық сот өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде дербес және азаматтардан, ұйымдардан, мемлекеттік органдардан, лауазымды адамдардан тәуелсіз, Қазақстан Республикасының Конституциясын және осы конституциялық заңды басшылыққа алады. Соттардың немесе басқа да мемлекеттік органдардың құзыретіне кіретін барлық жағдайларда өзге мәселелерді анықтаудан, зерттеуден және тексеруден қалыс қалады. Конституциялық соттың мәртебесі, құзыреті, ұйымдастырылуы және қызметі Қазақстан Республикасының Конституциясында және осы конституциялық заңда айқындалады және реттеледі. Өз қызметінің ұйымдастырылуы мен тәртібі мәселелері бойынша Конституциялық сот осы конституциялық заң негізінде Конституциялық соттың регламентін және өзге де актілерді қабылдайды. Қазақстан Республикасының Конституциялық соты туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 3 бабына сәйкес Конституциялық сот төрағаны және оның орынбасарын қоса алғанда 11 судьядан тұрады. Конституциялық соттың төрағасын лауазымға Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасы парламенті сенатының келісімімен тағайындайды. Қазақстан Республикасының президенті Конституциялық сот төрағасының орынбасарын Конституциялық сот төрағасының ұсынуымен Конституциялық сот судьяларының арасынан тағайындайды. Конституциялық соттың 4 судьясын Қазақстан Республикасының президенті лауазымға тағайындайды. Конституциялық соттың 3 судьясын Қазақстан Республикасы парламенті палаталары төрағаларының ұсынуымен Қазақстан Республикасы парламентінің сенаты мен мәжілісі тағайындайды. Конституциялық сотының төрайымы Эльвира Әбілқасымқызы Азимова. Еңбек қызметін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде бастаған. Онда халықаралық құқықтық қамтамасыз ету басқармасының жетекші маманы, бас консультанты болып жұмыс істеген. Одан әрі заңнама, халықаралық құқық және хаттама департаменттерінде түрлі лауазымдарда қызмет атқарған. 2023 жылдың 1 қаңтарынан президент жарлығымен Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының төрайымы лауазымына тағайындалды. Конституциялық сот төрағасының орынбасары Нұрмұханов Бақыт Маратұлы. Заң ғылымдарының кандидаты. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің заң факультетінің қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу кафедрасының оқытушысы болып еңбек жолын бастаған. 2003 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің аппаратында жұмыс істеген. 2023 жылдың 1 қаңтарынан президент жарлығымен Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының судьясы лауазымына тағайындалды. Конституциялық сот судьялары солдан оңға қарай Ескендіров Асан Қайроллаұлы, Жақыпбаев Қайрат Төлегенұлы, Жатқанбаева Айжан Ержанқызы, Қыдырбаева Айгүл Қуанышбайқызы, Мусин Қанат Сергейұлы, Оңғарбаев Еркін Әнуарұлы, Подопригора Роман Анатольевич, Ударцев Сергей Федорович.
Конституциялық соттың негізгі құзыреттері: нормативтік, құқықтық актілердің конституцияға сәйкестігін тексеру, парламент қабылдаған заңдар, президенттің жарлықтары, үкімет қаулылары мен өзге де актілер конституцияға қайшы келсе, олар күшін жояды. Азаматтардың өтініштерін қарау: кез келген азамат өз конституциялық құқықтары мен бостандықтары бұзылды деп есептесе, тікелей конституциялық сотқа жүгіне алады. Бұл демократиялық қоғамдағы құқықтық қорғаудың жаңа кепілі. Референдум мен сайлау мәселелеріне байланысты дауларды шешу соттың шешімі мемлекет үшін түпкілікті әрі міндетті болып табылады. Конституцияға ресми түсіндірме беру, құқықты біркелкі қолдануды қамтамасыз ету мақсатында Конституциялық сот конституция нормаларының мағынасын түсіндіреді. Конституциялық бақылау институтының мәні заңдардың, мемлекеттік органдардың актілерінің конституцияға сай болуын қамтамасыз ету. Бұл биліктің заң шығару, атқару және сот тармақтарының қызметін үйлестіріп, құқық үстемдігі қағидатын нығайтады. Осылайша, қазіргі Қазақстанда конституциялық бақылау тетігі толыққанды жұмыс істеп тұр, және оны жүзеге асыратын орган Қазақстан Республикасының Конституциялық соты. Оның қызметі халықтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын күшейтіп, мемлекеттің демократиялық даму бағытын айқындайды. Пайдаланылған қайнар көздер мен әдебиеттер: Қазақстан Республикасының Конституциясы. Астана, 2022 жыл өзгерістер мен толықтыруларымен. Қазақстан Республикасының Конституциялық соты туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы. Астана, 2023 жыл. Сапарғалиев қыр конституциялық құқығы. Алматы, 2013 жыл. Иманбердиев Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Шымкент, 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз